Жеке инвестицияның тәуекелі өте көп сала дейді. Ол сенің идеяңа сенеді, оны Америкада мысалы, оны Европада бизнес ангелы. Ангелдер. Бизнес ангелы деген жақсы мағынадағы ақымақтар. Депозит па, құнды қағаздар ма, алтын ба, әлде облигация ма? Құртқаннан гөрі, жаратқаннан гөрі жинақтау өте пайдалы. Алаяқтық фактілері өте көп. Оны мен сізге айтайын, ол бүкіл әлемде сондай. Армысыздар. Инвестициямен тек білікті мамандар айналысады деген түсінік ескірген. Қазір жолын тапқан, жөнін білетін кез келген адам инвестиция арқылы табысын молайта алады. Осы ретте инвестиция жасауды жаңадан жоспарлап жүрген жандар нені ескеру керек? Инвестиция қаржылай тәуелсіз болуға жол аша ма? Бүгін осы тақырыпты талқылаймыз. Финподкаст қонағы кәсіпкер компания директоры, криптоинвестор, риск менеджер, MBA бағдарламасының практика оқытушысы Ұлан Әшімханұлы. Ұлан мырза, қош келдіңіз. Қайырлы. Енді біз кез келген тақырыпты алған кезде міндетті түрде кіріспесінен бастаймыз. Бүгін сізбен осы инвестиция тақырыбының кіріспесінен бастап, ары қарай тереңдеп халыққа бір пайдалы ақпарат ұсынсақ. Жалпы осы инвестиция деген не, инвестор деген кім деген өте бір қарапайым сауалдан бастасақ. Енді инвестиция мен инвестормен қазіргі заманда меніңше нарықтық заманда көбі таныс шығар деп ойлаймын. Дегенмен бір ауыз сөзбен, қарапайым сөзбен айтсақ, инвестор деген ол күнделікті бір белгілі қомақты сумманы бір бизнес түріне салып, пассивті түрде пайда көрудің жолы деп ойлаймын. Және инвесторлардың ең маңыздысы ол жаңағы саланың белгілі бизнес түріне ақшаны салған кезде ең біріншісі ол жаңағы сол саланың рискісін түсіну керек деп ойлаймын. Сол рискіні қабылдаған адам сол жерге инвестиция салуға дайын болады деп ойлаймын. Жалпы осы инвестор болатын адам өз маманның аузынан естейікші, нені білу керек, неге дайын болу керек? Енді инвесторды ол тек қана қор, биржаға акция, облигацияны сатып алатын адам емес. Ол күнделікті мысалы дәстүрлі бизнестердің барлығына инвесторлар қазір бізде келіп жатыр. Біреу бизнес планымен келеді, ресторан ашамын, кафелердің желісін ашамын дейді. Біреулер сервис саласында бірнеше бизнес ашамын дейді. Ол бизнес планымен келген кезде ол ақшаны тек қана фондирование дейді. Фондированияны ол тек қана банктерде, басқаларда іздемейді. Инвестор ретінде өзінің ең басты адам бір бизнес бастап соған ақша қор іздеген кезде фондирование дейді. Қор іздеген кезде, капитал іздеген кезде ол Triple F-тен бастайды. Triple F деген әлемдік практикада ол family, friends and fools дейді. Family деген біздің өзіміздің отбасымыз, жақындарымыз, туыстыларымыз. Ол біздің нағашы, жиен, құда, жекжат. Кімнің қолында қаражаты бар деген адам, анау пәтерін сатты, анау машинесін сатты, анау бір қолына бір малын сатты деген сияқты, қолында бір белгілі қаражаты бар. Ол біздің туыстарымыздың арасында. Соларға барамыз да не істейміз? Біздің бизнесімізді кір деп үгіттейміз. Ол family тобына кіреді. Ол біздің жақындарымыз. Екінші әрине ол friends. Бала кезден класстас, курстас, достардың бәріне біз не істейміз? Бизнеске шақырамыз. Бізге ақша сал, біз жақсы жүреді, бизнес деп. Олар бізге ең жақын адамдар. Үшіншісі fools дейді. Foolsыңыз тура аудармасы ақымақтар. Жақсы мағынадағы ақымақтар. Ол сенің идеяңа сенеді, оны Америкада мысалы, оны Европада бизнес ангелы. Бизнес ангелы деген жақсы мағынадағы ақымақтар. Ешкім сенбеген идеяға сеніп кетеді. Ана Фейсбуктың тарихында да тура сол ең бірінші қомақты қоржыны жанындағы екі friends, екі жатақханада бірге тұрған достары береді. Үшіншісін бизнес ангел беріп кетеді. Бизнес ангел family-ға жатпайды, friends-ға жатпайды, ол fools-ға жатады. Келді ешкім сенбеген ақымақ идея, тырнақшадағы ақымақ идея, ешкім түсінбейді, ешкімге керек емес дейді, ол келеді қомақты ақша салады да бұрқ еткізіп көтеріп жібереді. Сонда осы үш саланы, үш категориядан біз ақша тарту арқылы инвесторлар бизнес идеясы өзінің идеясына, бизнес планына ақша тартады. Бизнесті іске асырушы адамның білімі болу керек. Ол білімді не өзінде болады, не консультанттар арқылы сатып алады. Жақсы мамандар арқылы. Жылжымайтын мүлік салығына кіретін болса, солардың өте жақсы консультанттар керек. Ауыл шаруашылығына білім салатын болса, сол салада жүрген үлкен мамандар керек. Яғни әр саланың бүге шүгесін, қырын сырын ашып беретін мамандар керек. Бізде былай ғой,
біреу мал өсірді да өте керемет пайда көріп жатыр, жылқылары, ана қойлары өсіп жатыр, қызығады да, соған кіре кетеді, барады да ұрынады. Сосын барады да мақтадан біреу күшті қызық көріп пайда тауып жатыр, ана егіннен тауып жатыр, соған барады ұрынады. Біреу алма өсіріп жатыр екен деп гектар алма өсіреді да барады да ұрынады. Неге? Өйткені әр саланың өзінің ана қазақша айтқанда подводное течение дейді ғой, өзінің қыр-сыры бар. Соның бәріне консультациямен мамандарымды дұрыс ақылдасып, олардың ақысын төлеп, олармен командаға алып, идеялар қылса, ол жаңағы сол саладағы рискіні азайтады. Инвестиция саларда қандай стратегия болу керек адамда? Мысалы, енді бір саланы таңдадық дейік, мысалы, ауыл шаруашылығына кіреміз деп шештік. Жеке инвестор ретінде бір стратегия болу керек шығар. Стратегия әрине болу керек. Ол стратегия, сосын бізде мынандай нәрсе бар. Стратегияның ұзақ жолдағы стратегиялар бар, қысқа жолдағы стратегиялар, мысалы 5-10 жылдағы стратегиялар. Біз дамушы ел болғандықтан дамыған елдер емес. Бізде кезінде сол біз анализ саласында, риск саласында мен 15 жылда жүрген кезде үлкен корпорациялар, Қазақстандағы банктер, сақтандыру компаниялары 5-10 жыл, 15 жылға стратегия жазады. Бірақ оның бәрі көп жұмыс істемейді. Өйткені бізде жағдай тез өзгереді. Бізде саяси жағдай әлі орнықпаған, экономикалық, қаржылық сала бізде қатты орныға қоймаған. Содан 5-10 жылдан кейін мен адамның ондай горизонтта бізде көп ойлай бермейді. Қысқа горизонт ойлайды. 1 жыл, 3 жыл. 1 жыл, 3 жыл. Енді дегенмен өзінің 3 жылдың ішінде, 5 жылдың ішінде жаңағы стратегиясын, мақсатын жазып шығып, өзінің ана вижн дейді ғой, өзінің алашақ 3 жылда, 5 жылдағы біздің жоспарымыз мынандай болса, 10 жыл, 20 жылда мынандай болып деп өзіне бір мақсатын айқындап алса, ол өте үлкен артықшылық, одан ешқандай кемшілік болмайды. Міндетті түрде болу керек. Әрине соған байланысты енді өзінің ресурстарын құрады, адами ресурстарын, капиталын, инфраструктурасын жаңағы жасап отқан, соған байланысты компанияның құра береді. Инвестицияны жасау үшін, салу үшін ең төменгі сумма адамда қанша болу керек шамамен? Әрқалай. Қай салаға кіреді, соған байланысты. Енді көбінше ол жаңағы адамның бэкграунд дейді. Артындағы тәжірибесі, біліміне, осы уақытқа дейін жұмыс істеген компанияларына байланысты. Біреулерге бір кішігірім магазин ашудың өзі бір үлкен болып көрінеді. Біреулер бірнеше жүздеген миллион, миллиардтың теңгемен бір завод ашу алып жүріп кете береді. Сондықтан ол жаңағы командаға, жаңағы енді бұл жерде инвесторлардың тағы бір үлкен мәселесі, олар компанияға ақша салар алдында, ол идеясын, бизнес планынан бөлек, ол жаңа командаға қарайды. Команда кім жиналып отыр? Кім жиналып отыр, сол команда дұрыс істей ала ма деген сияқты. Қазір енді инвестиция жасауға қарапайым адамдар үшін не тиімді? Депозит па, құнды қағаздар ма, алтын ба, әлде облигация ма? Осы тұрғысынан алғанда, бизнес тұрғысынан емес, жеке инвесторлықтың бір шағын үлгісі ретінде. Құртқаннан гөрі, жаратқаннан гөрі жинақтау өте пайдалы қасиет. Мысалы, өткен тапқан табыстың 10%, 15%, 20% жалпы жинап отыру, ол жақсы тәжірибе. Жалпы жинап отыру. Ол депозит болсын, жаңағы бір затты сатып алу болсын, бір нәрсеге жинай беру болсын, ол жақсы қасиет. Қазір тем более біздің қазіргі заманымызда, жетпеген нәрсені кредитпен алып, әр қашамна бизнесте кассовый разрыв дейді ғой, жетпей жатқан ақшаны біз жаңағы кредитпен жауып отырамыз. Бұл салада отбасының бюджеті болсын, жеке адамның бюджеті болсын, жаңағы бір нәрседен өзің тиіп 10-15-20% жинақтап отырған, жалпы жақсы қасиет. Теңгемен болсын, доллармен болсын. Ал енді ол ақырын жинақталған ақшаны қайда салу, ол тағы да бірнеше жаңағы шарттары бар. Мысалы, Европада, Америкада долларды біздегі теңге сияқты депозитте ұстау деген нәрсе жоқ оларда. Бір нәрсеге салу керек. Бір акцияларға, стартаптарға, жаңағы криптовалюталарға, жылжымайтын мүлікке бір нәрсеге салу керек. Тек қана оның жата берген ол құнсыздана береді. Облигация дегеніңіз ол сол елдің ресми қай облигацияны қай ел шығарды, сол елдің ресми инфляция көлемінде ғана шығарған мөлшерлеме. Ол да және ақшаны ақша күйінде сақтау, бірақ көп етпейді.
Мысалы мен американ казначейлік облигациясын ұсынсам, маған 3-4% қана береді. Европаның сонша береді. Қазақстандық бір 10-11%-ің көлемінде береді. Ол да әйтеуір облигацияны бірақ мақсатты ұстайды компаниялар. Олар тез арада кешке айналдыру. Мысалы мен 100 миллион теңгеге облигация сатып алдым. Оны сатам десем, бұл кімдікі? Қазақстанның қаржы министрлігінің облигациясы. Тез арада маған ақшаға айналдырып береді. Тез арада өтіп береді. Оны ликвидность дейін. Ликвидный, высоколиквидный актив дейді. Тез айналдырып бере салады. Одан басқа пайда жоқ. Сондықтан жеке адамдарға әрине біріншісі ақшаны жинақтау керек. Сосын оны бір нәрсеге инвестировать ету. Енді бізде көбісі мысалы жылжымайтын мүлікке салады. Ол мысалы Алматыда жақсы ақталып жатыр, ол инвестицияның түрі. Сосын тағы да қомақты болса, егер сол өзін солмен байланыстырса, жаңағы ауыл шаруашылығы болсын, алтын сатып алу өте жақсы идея. Мысалы алтынның бағасы әрқашан жоғары, шектеулі. Алтынның бүкіл әлем бойынша тоннажы, бүкіл несі өте шектеулі. Ол бойынша ол да мысалы жақсы инвестиция. Жыл сайын өсіп келе жатыр бағасы. Жыл сайын өсіп келе жатыр. Неге біз сияқты мемлекеттерде осы инвестицияға қатысты алаяқтық фактілер өте көп? Ол адамдардың мүмкін қаржылық сауатының төмендігі ма? Қандай бір факторларға байланысты болуы мүмкін? Оны мен сізге айтайын, ол бүкіл әлемде сондай. Мен мысалы Telegram, Twitter, Facebook'та болып жатқан үш тілде қараймыз ғой, қазақша, орысша, ағылшынша. Европада, Америкада, мына Азия елдерінде болып жатқан жағдайды қарап отырамыз. Ол барлық елде солай. Барлық елде біз ол мысалы бәріміз бүкіл Қазақстан қаржылық сауаттылығы бар болғанның өзінде де бізде алаяқтар табылады. Бізде мысалы қазір қараңыздар, кредиттан банктың карточкалары шықты ма, карточкамен алдаудың түр-түрі шықты. Кредиттер шықты ма, түр-түрі шықты. Қазір инвестиция деді ма, олардың түр-түрі шықты. Олар екі рез алдайды бізде. Бірінші рез ақша салды алдайды, екіншіден қорға ақша салдың ба, айырылып қалдың ба, енді саған соны қайтарып береміз, адвокат бізді тағы алдайды. Мен бір қызығы сол жерлерге өзім телефон жасап кірдім. Олардың қалай жұмыс істеу методтарын тағы көру үшін. Олар звондайды, хабарласады. Біз міне Алматыдан хабарласып тұрмыз, Астанадан хабарласып тұрмыз деп, баяғыда бізде жабылып қалған банктың адамдары болып звондайды, қаржылық орталығымыз деп звондайды. Енді қай жерденсіз десек, Алматыданбыз дейді. Алматыда қай жерден звондап тұрып десе, бізде жоқ көшелерді айтады. Сонымен жақсылап сөйлесеміз 1 сағат, 2 сағат. Бірақ олар шетелде отырады. Шетелде отырады. Ресей, Украина. Енді біз қаржы саласын қалай жұмыс істейтінін білгендіктен, мен енді кейде уақыт болған кезде громкиға қосып қоямын да, сөйлесіп отырамыз, танысып, сөйлесіп, аналардың бір-біріміз бала шағамыз сұрап, методтарын көру үшін. Сол кезде олар маған жаңағы акцияны айтады, облигацияны, анаған саламыз, мынаған саламыз. Мен олардан сұраймын, ROE-сі қанша, ROA-сы қанша, бұның өз-өзіне қашан шығады, именно қандай акцияға саламыз ақшаны деп, не бір түрлі әңгіме кетеді. Сөйтіп сағаттап сөйлесіп кететін кезіміз болады. Сол кезде сол бір қызығы 2 рез алдайды. Бірінші рез ақша сал деп алдайды. Екінші рез ақшадан айырылып қалған кезде қайтарып береміз деп тағы алдайды. Бір әдемі адамдарын сүйретін қояды да, біз адвокатпыз деп. Сонда бұл жерде айтайын дегенім, алданып жатқан бүкіл әлемде. Қазір біз мысалы криптон саласына келсек, осыдан 2 жыл бұрын миллиардтаған долларды салып қорға, ол Американың болашағы деген бір гений инвестор деп бәрі соны конгрессмендер қабылдап, конгрессмендер солардан ақша алып спонсорлық ретінде. Сөйтіп жүрген адамның өзі инвесторлардың клиенттердің ақшасын қол салып, соны жұмсап қойып, қазір қателеспесем 25 жыл ма 50 жылға сотталып отыр. Өзі бір қаржы саласының генийі деген сияқты. Бұдан алаяқтар былай масштаб жағынан есептесек, ең көп алаяқтар мысалы Америкада ғой. Американда қаржылық сауаттылық бармын деген адамдардың өзі ұрынып жатады. Халқының 60% инвестор, жеке инвестор Американың өзінде сондай. Инвестор бүкіл Гарвардтың бәрі сол жақта болса да, бүкіл инвестицияның бәрі сол жақта болса да, өйткені оларды ол инвесторлық жүрген кезде алаяқтық қатар жүреді да. Қаржы жүрген жерде алаяқтық жүреді. Ақша бар жерде қатар жүреді. Ол Қазақстан, Өзбекстан, Индия, Қытай барлық жерде солай. Миллиардтаған ақша салынып жатады, оның жанында жаңағы миллиардтаған ақша жоғалып жатады. Ол тоқтамайды.
инвестор шамамен қанша уақытта тұрақты табыс таба бастайды? Ол біз жаңағы нөлге шығу дейміз ғой. Иә. Қанша ақша құрттық, сол нөлге шығу. Мысалы тамақ саласы, тамақтану саласы, кафе, ресторан, ол 1 жыл, 2 жыл, 3 жылдың ішінде нөлге шығады. Масштабына байланысты. Иә. Ол өте тез қайтады. Өйткені олар 1-ге 3 көреді. Тез өзін өзі тез ақтайды. Бірақ ол жердегі жаңағы ішкі дүниелерде тез тозады оның. Күніне 1000 адам келіп тамақтанып кетіп жатса, тез тозады. Мысалы біз қазір бір құрылыс саласында жүрміз. Олар бір тойханадан кейін екінші тойхананы салып жатыр. 1 жылдың ішінде ақтаймыз деп отыр. Қазақстандағы тойхананың бизнесінің ана капиталдың қайтуы өте жоғары. Көрдіңіздер ме? Инвестиция салуға кеңес беретін бағыттың бірі ғой. Тойханалардың бәрі неге әдемі болып бірінен кейін бірі өсіп жатыр. Олардың қайту несі өте жоғары. Қайтарымы. Көрдіңіздер ме? 1 жылдың ішінде $1 миллион ұстасаңыз, 1 миллион орнына түседі. Көрдіңіздер ме? Сондықтан мына ойын-сауық орталықтарын салу, мысалы, қайтару мерзімі 10-15 жыл. 10-15 жылға шыдаймын десеңіз, мысалы, сол уақытта қайтады. Сол сияқты әр жердегі қайтарымы әртүрлі. Соған қай қысқа мерзімге, ұзақ мерзімге жұмыс істеймін десеңіз, соған байланысты. 5-6 жылға шыдаймын десеңіз, соған байланысты. Сосын мысалы қазір бір жақсы тренд бар. Ол мысалы мен білім беру саласында жүргендіктен, университетте жүргендіктен, сосын қазіргі компания оқу құралдарын жабдықтаумен, мектептердің оқу құралдарын жабдықтаумен байланысты болғандықтан региондарда жаңағы мектептерді көп көріп жүрміз. Біз жаңағы бала оқуда ақша аямайтын қалыппыз ғой. Иә. Ұлды да қызды да қатар оқытатын. Сонда қазір жеке мектептерді көп ашылып жатыр. Мысалы, мына оңтүстікте Қызылорда, Шымкент, Тараз, Алматыда жеке мектепте айына балаға 200-300 мың орташа есеппен төлеу бізге норма болып келе жатыр. Балаға, бастауыштың баласына. Кезінде 400-500 мыңмен біз студент оқытып жүрдік. Университетте оқитынбыз ғой. Ой, бұның өзі кәдімгі платный оқытып жатырмын деп әңгіме болатын. Қазір бастауыштың баласын 200-300 мыңмен жеке мектепте оқыту норма болып қалды. Ол екі нәрсесі, біріншісі ата-анасы кешке дейін баласын бір жерде болған қарайды, екіншісі ана жерде тамағын береді, қосымша сабағын береді. Ана жұмыстан келген адам сияқты ана кешкісін келеді да. Алып кетеді. Иә, кешкі тамағын бірге ішеді, ұйықтап қалады. Сол жағынан тиімді болып тұр да. Сонда 200-300 мың салу, төлеу бір балаға. Ол бір баланы ғана оқытпайды, ол 2-3 баланы оқытады. Бізде норма болып келе жатыр. Сондықтан оқу саласында да бір қызығы, сосын оның біразын өкімет компенсация жасайды. Жекеменшік мектепті. Әр балаға. Көрдіңіз бе? Бала бақшада да солай, мектепте де солай. Сіздің салған ақшаңыздың бір бөлігін өкімет жаба бастайды. Ай сайын. Адам санымен. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл да өте бір несі, қайтарымы жақсы сала болып келе жатыр. Сондықтан халықтың көбеюіне байланысты, баланың көбеюіне байланысты, мектептерде орынның аздығына байланысты бұл сала ашылды. Бұны ГКЧМ мен өкімет қолдады. Әр балаға ақша бөлуді реттеді. Сонымен бизнесте бұған көп кетті. Қайтарымы тез. Бұл да өте жақсы бизнес болып келе жатыр. Енді мынау инвестор психологиясы деген тақырыпқа бір сәл кіріспе жасап өтсек. Біз енді инвесторлықтың өзі дамымай жатқан кезде енді бұл тақырыпты қозғау артық болуы да мүмкін. Бірақ енді біздің тыңдарман көрермен үшін қысқаша ақпарат бере кетсек, инвестор жалпы психологиясын қандай жағдайларға дайындау керек? Бұл инвестор психологиясында көптеген миф бар. Миф, аңыздар бар да. Сол аңыздармен былай ойлайды, сол инвестор болып туылады, кәсіпкер болып туырылады. Немесе кәсіпкерлердің бәрі әрқашан рискіні қабылдай беретін, оңды солды фортунасын, тағдырын сынай беретін адамдар болып туылады деп ойлайтындар бар. Немесе бұлардың бәрі қиялилар, басқа жерден келген адамдар сияқты. Бөлек адамдар. Бөлек адамдар, өз табиғаты ерекше деп ойлайды. Негізі оның бәрі аңыз да. Инвестор деген арамызда шығып жатқан адам. Ал сіздің жаңағы сұрағыңыз өте қызық. Психология деген бұл жерде көп нәрсеге байланысты. Мысалы, адамның бір салаға тәуекел алуы бұл өте оңай және өте қиын нәрсе екен. Өте оңай, өте қиын нәрсе. Неге? Өйткені былай қарасаң біреуге өте түсінікті болып тұрған нәрсе екінші адамға қабылдау өте қиын.
білім деңгейіне, ақпарат қабылдауына. Ананың сіз мамандығына, жұмысына, тәжірибесіне қарап, мынау мысалы мен алғашқы инвестиция тартқан кезде бір 50 шақты адамға бизнес идеямды айтып, бизнес планды түсіндірген кезде бір үлкен компанияның қаржы директоры болып жүрген жақыныма барып, ақша сал, сен түсінесің ғой деген кезде, жоқ деді. Сосын бизнес саласында жүрген түсінесің ғой десе, жоқ деді. Сөйтіп жүрген кезде ал кейбір адамдарға звондап мынандай идея бар десе, счетыңды айт, қазір ақша салып жіберемін дейді. 5 минуттың ішінде. Рискін көп түсінген адам, ол керісінше тартақтай береді. Тартыншақтай береді. Инвестиция тұрақты табыс табудың таптырмас жолы. Бірақ ол үшін білім, ізденіс әрі сауатты болу қажет. Барлығын бірден деген қағида болмайды. Аздан бастап мол табысқа кенеле аласыз. Ал көп саламын деп бар жиған тергенінен әп-сәтте айырылып қалуға болады. Инвестиция таразы басын тең ұстай білетін адамдардың мекені. Финподкаст сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Қаржыға қатысты өзекті тақырыптарды бірге талқылаймыз. Бай қуатты болайық.